Менде ажырап кетіп жатыр кәдімгі. Дауыс шықпай қала ма бір нәрсе. Жақсы, құрметті әріптестер. Енді біраз материал дайындадық. Қазір Ләйла Сағитқызы да қосылады Астанадан. Енді ол кісі де осы салада нақты практикада мектепте балалардың ойын, ата-аналар ойын тыңдап отыр. Сосын және Жанат ханым да кеше біраз ұсыныстар айтты, рахмет. Енді көп нәрсені айтып жатырмыз, бірақ енді кішкене нақты іске көшсек деген ұсыныс бар. Әрине, Жасылан барлығы түсінікті. Енді біздің ойымызша біз Жасылан ұйымының ресурсын пайдалансақ дейміз. Сіздердің назарларыңызға біз осы Ұлттық құндылықтар академиясы атынан, соның ішінде біздің мына балалар ұйымы және жастар ұйымдағы құндылықтар осы бөлімі осындай біраз материалдарды назарларыңызға ұсынып отыр. Ол 21 ғасырдағы ұлттық құндылықтар моделі мектеп оқушылары, атап айтқанда 5-9 сынып. Енді бұл туралы мен сіздерге бірнеше хабар бердім. Оны жүктеп алып қарасаңыздар дұрыс болатын еді. Бірақ дегенмен де қазір қысқаша айтып өтейін. Мына жерде, яғни біздің ойымызша министр және балалар орталығы Жасылан ұлттық құндылықтар болса дейміз. Мына жердің барлығын жәнегі тағы бір қарап шығасыздар, бірақ бұл жерде біз негізі акцент соңғы 22-26 жылдағы арналған білімді дамытудың мемлекеттік бағдарламасындағы оның ішіндегі ұлттық құндылықтар негізінде тәрбиелеу мәселесі бірінші тарау. Осыған байланысты біз бүгінгі ұрпаққа Қазақстандағы қандай бағыттар береміз. Осы орайда слет ұйымдастырса деп ойлап отырмыз. Слет тек қана жай есеп беру болмай, кәдімгі балалардың өз ойынан ұсыныс пікірлер негізінде болса дейміз. Слетқа мынандай жәнегі ұйымдастыру алқасын ұсынып отырмыз. Енді сіздердің аттарыңыздан да ұсыныс болса дейміз. Яғни Сейітов Аман, министрлік Алибаев Сержан, балдәурен директоры, сосын Бижан Құрманғалиевна, Жангелді Амирғалиев. Ол қазір кезінде тәлімгер болған, қазір балдәуренде директор орынбасары. Сонымен қатар Жасылан, сосын региондағы мысалы Жанат Молдағалиқызы Атыраудан, Ләйла және Астанадан деген сияқты. Енді міне жердің барлықтарын сіздер оқып таныстық деп ойлаймыз. Өйткені мен алдында осы 2 апта бұрын жібергенде біраз өзгерістер болды. Жан-жақтан бізге пікір білдіріп жатыр. Сонымен қатар менде тағы бір чат бар. Бұл республикадағы Абай ата ұрпақтары деген. Соның жобасында отырған адамдар Берікжан жәнегі айтқұлышта оны жақсы білет. Солардан да мен және кері байланыс алып отырмын. Біздің ойымызша бұл 1-2 кезең болу керек. Біріншісінде біз осы 1-25 мамыр арасында осы аудан, облыс, қалаларда, сонымен қатар шетелдегі қазақ диаспораның балаларында тартсақ дейміз. Қазір бұның барлығы біз жәнегі әр облыста, әр ауданда өтсе дейміз. Бұл жерде ең бірінші таныстырын болса дейміз. Бұның тағы да өзгерте жатармыз. 5 адамнан қаралу керек, 5-9 сынып балалары. Бұны мен тағы эксперимент ретінде жасадым. Ана жолы студенттерден де өткіздім. Соның арасында біз соны талдап, саралап, ең тиімсін ұсындық деп ойлаймыз. Бұл жерде топ өзін таныстырады, алдын ала өзінің топтың атауын, ұранын, инфографикасын жібереді. Екінші өте бір сондай ұтымды сайыс болды. Бұл сөз жұмбақ, ұлттық құндылықтар дегенге балалар сөз құрастыру керек. Бұның 4 варианты бар, енді тағы да айтамыз. Бұл да өте қызықты, өткені жақсы нәтиже беріп жатыр. Үшінші, енді Атамекен бағдарламасының соның платформасына керек 20 ғасырдағы ұлттық құндылықтар моделі. Менің ойымша мұнда 20
бағыт дедім, 20 бағытым баяғы біздің 20 облыс, қала, аудан дегенге келтіргенім. Сол ішінде Атамекен, сонымен қатар Раслан, тағы басқа міне Сараш ханым айтып отырған, Бержан ағамыз айтқан көптеген бағыттарда мына жерде ұштасып жатыр. Міне тарих, экология, парасат деген сияқты. Ата тек, ұлттық код деп айтып жатырмыз, оған да ұсыныстар түсіп жатыр. Бұл жерде не істейді? Негізгі жиналған, светқа жиналған балалар осыдан бір тақырыпты таңдап алады. Таңдау жәнегі рандом, немесе біз ана жолы сандықты қойып, сандыққа осы сөздер жаздық. Мысалы, әр облыстан 19 облыс, 15 облыс болса, 15 бала. 15 бала өзі жеребемен таңдап алғанда, енді ол жәнегі ғылыми тұрғыда жәнегі жауап беру керек. Біріншісі, ол 3 минутта олар дайындайды. Бұның ұлттық құндылыққа қандай маңызы бар, соған сол ашылса дейміз. Екінші, ол өзінің өмірінде, үйде, мектепте, оның педагогик, психология жағында қалай мән береді, оны қалай өзі көреді. Үшінші, жалпы 20-ші ғасырда ұлттық құндылықтар модель негізінде соның формуласына қалай келтіреді. Мүмкін блок болады, мүмкін ментальный карта дейді, кластер, тағы басқа. Енді балалардың өздері де оған өз ұсыныстарын білдірсе тіпті жақсы болады. Төртінші кезеңде бұлар ұлттық өнер дейді, бұлар да жеребемен таңдайды. Енді ұлттық өнердің ішінде не бар? Ұлттық өнердің ішінде біз жәнегі ұлттық ішіне біз ой өрнек жасау, ән, домбыра, би, өлең оқу, қағаздан ой өрнек жасау дейді. Осыларда жеребе анықтартып, олар енді бас аяғы 3 минуттың ішінде, енді бұл жерде бұл жәнегі сайыс емес, бұл балалардың жәнегі өзінің мына командалық, лидерлік өзінің қасиеттерін, ерекшеліктерін білдірсе дейміз. Келесі, бұл жерде біз енді ара жолы анимация туралы айттық қой. Келесіде біз ойлап отырмыз, ұлттық өнер дедік. Енді мақал мәтелдер туралы да ана жолы өте керемет, жақсы тәжірибе жинақтадық. Мысалы, 1 минуттың ішінде топта 5 адам болса, 1 минуттың ішінде олар 15-20 мақалды өте жәнегі сапалы, мазмұнды мақалды айтып үлгерсе, яғни ол үздік атанады екен. Микрофонды өшіріңіз. Сонда мысалы мақал мәтелдер 10 түрлі мақал мәтелдер бар. Мысалы, тіл туралы, отбасы, туған жер, білім, экология, өнер, ер азамат, достық, жануарлар әлемі сияқты. Ол мақалалар жеребен алады да, әркім осы 10 түрлі мақалға дайындалып келеді. Сонда 1 минутта олар жәнегі 15-20 мақалды айтып үлгереді екен. Енді келесі өте маңызды, бұл жәнегі жаңа жол айттық, анимация бөлек болу керек деп. Біз ойлап тұрмыз, осы үздік анимацияны да өткізсек деп. Анимация не үшін керек? Анимация бүгінгі таңда ол өзінің траекториясын өзгертті. Ол мына Generation Alpha, Z, олардың психикасын әсер етіп жатыр. Сонымен бүгінгі мамандар оған әртүрлі көзқарас қалыптастырады. Менің ойымша біз ең қарапайым формасын аламыз. Ең бірінші мектеп, ауданда бірінші сценарий жазады. Сценарий жазады, балалар сценарий жазады. Яғни қазақ ертегілерінің желісінде. Бірақ оның ішінде қандай мәселелер болу керек? Оның ішінде міндетті түрде экология болу керек, сосын технология болу керек, ғарыш. Қасы көптеген мына бүгінгі таңға қажет, мысалы фантастика, немесе трейлер, немесе технология, немесе қазір лайфхак дейді. Қасы көптеген мәселелер болса, соның барлығын біз мына ертегілер жанрларына, қазақ ертегілерінің жанрларына келтірсе дейміз. Шамамен ол бір 5-7 бет болады. Сосын енді оны мүмкіндігінше қай сценарий жеңіп шықты. Сол жеңіп шыққан сценарийді олар комикс сияқты жасауына болады. Немесе видеоредактор, немесе
анимациялық студияда 3 минуттық мультфильм жасауға болады. Енді мен енді қарап шықтым, қазір бізде міне Ләйлә ханым маған мындай ақпарат берді. Міне до аниме деген бізде қазақстандық намысы бар жігіттер осындай контент жасапты. Өте қуанышты жағдай. Бұндайларды біз көп кездестірмейміз. Бірақ бұлар негізі мына актерлік шеберлік, яғни бұлар сапалы қазақ тіліне мына әлемдегі балалар көріп отырған мультфильмдерді, яғни сапалы қазақ тіліне аудару. Сосын бұлардың мына сайттары, порталдарында, жалпы бұларда мынау бүгінгі әлемдік деңгейде көптеген жетістіктер бар екен. Бұлармен Әділхан Төлегенович мұндармен қалайда біз хабарласуымыз керек екен, өйткені бұларға кеңес беретін, бұларға бағыт беретін көп мүмкіндіктер туып отыр. Міне қараңыздар, бұлардың интерфейстері өте әдемі, сосын бұларда интеграция керемет, өте мықты меңгеріп алған. Соның мынаның өздерінің контенттеріне өте мынау айталық идеологиялық тұрғыда өте керемет, мынаны мемлекеттік деңгейде ұсынуға болатын өте керемет жұмыс жасап жатыр екен. Мына жерде мысалы бір бала былай деп жазыпты, міне мынау менің сөзім емес, көпшілігі менің сөзім деп тұр. Мына бала былай деп жазып отыр дейді. 3-4 жастағылар осындай качество керек дейді. Ал 5-6 жастағылар дейді фантастикаға өте бейім дейді. Бұлар өздерінің коммуникациясылар ғой. Ал 10 жастан бастап дейді, оларда анимацияға қызықтырады дейді. Енді қараңыздар, бізде мына Baby Shark дейді. Бұл жәнегі ең соңғы міне менің жәнегі қарауымда 12 миллиард бала көріп отыр екен бұны. 12 миллиард аудитория, 12 миллиард контент, 12 миллиард психология, 12 миллиард рефлексия. Яғни бұл біздің барлық мына абыратымыздардан бастап мына бүгінгі біздің мына жасап жатқан тәжірибелеріміздің барлығын түгел құрдымға кетті деген сөз. Міне бұлар YouTube арқылы өздерінің жәнегі жақсы ма, жаман ба, эффективті ма, эффектив емес пе, жалған ба, мен білмеймін. Бұған қазір міне мамандар керек, мына магистрлер, докторанттар, мына студенттер, міне осыған назар аудару керек. Өзін және Ләйлә Сайқыз айтты, еде трактор дейді, бұлар міне 1 миллиард 11 миллион 1 миллиард адамға жақындап қалған екен. Бұның ішіндегі сапаларын барлығы дұрыс деп отыр. Келесі қарлығаштың құйрығы неге айыр, біз өзіміз сонымен өстік қой, әмен қайдарып дейді. Міне сол 50-60 жыл шыққан адамды 56 мың ғана адам көрген екен. Осы соңғы жәнегі 20 жылдың ішінде 50 мың ғана адам көрген екен. Ал біздің көрермен қазір 12 миллиард дегенді айттық. Міне қараңыздар, қазақ фильмге де мынаны құлақтарын алтын сырға, бұны айту керек. Қазақ фильмде үлкен ресурстар бар. Бұл жерге неге анимацияға мән берілмей жатқанын мен түсінбеймін. Отандық фильмдер жақсы қазір көтерілді. Ал енді осы ұлттық анимацияға неге? Міне Әмен Қайдаров дейді, осы қазақ фильмінде көп жыл жұмыс істеген екен ол кісі. Енді сол кісінің шәкірттері бар, соған үміт артамыз біз. Бұған енді профессионалдар керек. Енді мақта қыз бен мысық дейді, мынаған мен де таң қалдым. Бұл осы аз уақыттың ішінде 7 миллион өзін көрермен жинап үлгерген екен. Бұл өте үлкен жетістік енді біз үшін. Бірақ басқалармен салыстыруға келмейді. Жазира Байырбекова әнші өзінің бесік жыр деген контентін енгізіпті. Өте керемет кәдімгі мультфильмдерге және кавер жасаған. Және бұнда 19 миллион адамды жаулап отыр екен. Бұл Жазира Байырбековаға да үлкен біздің осы академиясына рахмет айтсақ болады. Өте үлкен жұмыс істеп жатыр екен. Өзінің уақыттарына қарамай. Ал енді Маша Медведь ана жолы 100 миллион еді, міне 400, яғни 60 миллионға жақындап қалыпты. Бұл Маша Медведь білесіз, біздің Қазақстан орыс тілін өте жақсы көреді. Біздің Қазақстанның балалары орыс тіліне жүйрік. Сондықтан бұлар оларға да кәдімгі оңтайлы әсер етіп жатыр.
Ал енді келесі бұл комикс направление. Комиксте қараңыздар, міне бірде бір адам жоқ. Қараңыздар, мына комикстің дүние жүзінде кеткен бұл ана Google Play Market дейді. Google'дың ішінде арнайы міне кітапхана, балалар деген бөлім ашылып кеткен. Оған кім бақылау жасайды? Оған қандай баға береді? Бұның барлығы сырт қалып жатыр. Өте қауіпті жағдай. Бірақ сонда да намысы бар, мына қазақтың мына IT жігіттері бар екен, мына қазақ мән деген. Енді Қазыбек Оңдасын дейді. Мына жігіттерді міне тауып алу керек екен. Бұл жерде телефондары тұр міне. Батыр деп қойыпты, Бексұлтан Қазыбек, тағы басқалар. Бұлар міне, яғни анимацияға көшкен екен. Алматы дейді, Әйтеке би 56-шы үй дейді. Міне осы жерде бұлар жұмыс істеп жатыр екен. Бұл жігіттерге үлкен рахмет айту керек. IT индустрия әсіресе мына біздің аңыз, біздің мына фольклорға назар аударып отыр екен. Бұл анимация емес, бұл комикс. Енді комиксті қандай деңгейде екен сіздер білесіздер, бірақ бұл өте жоғары қарқын алып бара жатыр. Өте жоғары. Бұның иллюстрация, дидактика ретінде пайдалануға болады. Бірақ бұған мықты суретші керек екен. Және бұл жігіттер орыс тілді сияқты, өйткені мына Томирис патша негізінде бұлар бір өздері не ойлап тапқан ертегі, аңыз. Бірақ соған қарамастан бұл жерде ұлттық намыс, туған жер, біздің мемлекетке деген үлкен жәнегі пайдасы бар екен көрініп тұр. Сосын бұлар не арнайы оны Мадибек Мұсабеков деген жігітте осыған үлес қосып жатыр екен. Ал енді бүгінгі таңда балаларға мынаны қалай үйретуге болады мысалы. Мына Моави деген бұлар қазір өздерінің несін өзгертті екен, нелерінің сапасын өзгертті екен. Скачат дейді, бұлардың бәрі қазір сапасы өте жоғары, және оны балалар тез үйреніп алады екен. Бұны ана жолы тіл құндылықта да видео материалдарды көрген кезде де біз көріп отырмыз, балалар өздері игеруге мүмкіндік бар екен. Міне сондықтан мына Моави видео эдитор дейді, міне осы арқылы әрбір бала 3 минуттығын жасай алады деп ойлаймыз. Бұларға міне жәнегі бұлардың несі степ бай степ бойынша тұр екен. Қалай істеу керек, суреттерді қалай жайғастыру керек, видеоға қалай түсіру керек. Harmony деген тағы да бір контент шығыпты. Сосын Mocha Animation Software дейді. Бұлар да шықты, яғни бұдан біраз отырып үйренуге болады. Сосын Adobe Animate. Қасы бұл контенттер мына әлемдік деңгейде өте үлкен жәнегі жетістікке ие болып отыр екен. Енді көптеген міне порталдар бар екен. Айталық, мына портал арқылы біз тек презентация ғана жасамаймыз. Енді мына жерде мен өзімде мысал ретінде ата мен немере деген өзі комиксті жасап көрдім, енді өзім қалай болады екен. Бұл комиксқа біз мықты суретші керек. Не жарар деген бір мені материалды пайдаландым. Міне бұл туралы мен енді комикс жасап көруге тырыстым. Бұны енді тез көрсететін болсақ, бұл бір жағынан комикс, екінші жағынан жәнегі мультфильм болуы мүмкін. Яғни жерде мен ата мен немеренің арасы, баласы айтады, ата дейді, ана жақта құлын айғайлап жатыр дейді. Құлын айғайламайды деген сияқты міне осындай жанрларды. Егер міне біз бұны тез бұлай қозғалатын болсақ, тез қозғалатын болсақ, бұл бір жағынан комикс болады, және екінші жағынан